Пайтақтымызда стол теннисі бойынша Қарақалпақстан Республикасы чемпионаты өткерілді. Оған 200-ден зият спортшылар қатынасты, сонан пара спортшыларда. Жарыс улама 2 жас категориясында алып барылды. Чемпионат давамында спортшылар анықлық, стратегиялық пікірлеу қабілетлерін көрсетті. Әрбір қатынасушы жеңіс үшін белдесті. Ең жақсы нәтиже көрсеткендер шөкелместірушілер тарапынан сыйлықталды. Бұл спорт түрімен мен дейлі 1,5 жылдан бері шұғыланып келатырмын. Өзбекстан көлемінде болып өткен бір қанша жарыстарға да қатынасып өттік. Және ол жерлерден сыйлық алып. Паралимпия спорт түріне ітібар қазір жүзі жақсы қаратылып жатыр. Солықтан қазірде үйінде жатырған параспортшылар, яғни инвалидтерді үйлерден шығып, әммесі спортларға қатынап қызығушылық көбейіп жатыр. 16 районнан 16 команда қатынасып жатыр. Жарыс жақсы шөлкемлестірілді. Оқушыларымыз бұл жарысқа жақсы таярланып келгенлігі көрініп тұрды. Әмме команда бір-бірінен күшілі. Бұл жарыстан кейін қазір Улыма Қарақалпақстан Республикасы командасынан 5 қыз, 5 бала әр жас категориясы бойынша Фарғана валаятында өтетін Өзбекстан чемпионатына жоллама алды. Бұл жарыс жас спортшылар үшін тәжірибе алмасу мектебі һәм халықаралық жарыстарға даярлық көру имканиятын берді. Бұл біздегі соңғы жаңалық еді. Алдында ауа райы хақындағы мағлұмат күтпекте. Хош сау, саламат болың.